құрметті көрермендер, қалайсыздар? Бәрі жақсы ма? Керемет. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Ал біздің Жанел екеуміздің көңіл күйіміз жоқ. Өйткені біздің кітабымыз жоқ. дұрыс айтасың. Өйткені біздің сіздерге ертегі оқып беретін ертегі кітабымыз жоқ. Енді не істерімізді білмей тұрмыз. Олай болса не істейміз, Жокалю? Не істейміз? Дұрыс айтасың. Ойланайық. Не таптың? Ойын тазай сақырын. Дұрыс айтасың. Ойынпаз ағайды шақырайық, иә? Білесіздер ме, балақайлар? Ойынпаз ағай біздің сиқыршы. Ол кісінің қолынан барлығы да келеді. Ол кісі бізге ертегімізді бастауға көмектеседі. Олай болса, Жанел, екеуміз бар даусымызбен ойынпаз ағайды ортамызға шақырайық, жарай ма? Иә. Кәнекей. Ойынпаз ағай! Ойынпаз ағай! Ой, мінекей, ойынпаз ағайымыз келді. Кәнекей, қол соғайық, Жокалек. Саламатсыздар ма? Не оқып сіздерге? Саламатсыз ба, ойынпаз ағай? Біз көрермендерімізге ертегі оқып берейік десек, бізде ертегі кітап жоқ. Түсінікті. Қазір сіздерге көмектесемін. Көмектесесіз бе? Иә. Я, қалай көмектесесіз? Қазір мен шыққысы сөз айтам, ана жерде кітап пайда болады. Керемет. Ендеше бастайық. Жанел, тұра қарай. Абис. Абис. Фабис. Фабис. Кукукулабис. Капаклябис. Жанел, қарайық. Балақайлар, шынымен де ертегі кітап. Рахмет сізге, ойынпаз ағай. Ендеше, ойынпаз ағай, мен ертегімді бастаймын ба? Әрине баста. Олай болса, сіздер менің қасыма жайғасып отырыңыздар. Ал мен сіздерге ертегімді оқып берейін. Ойынпаз ағай, жақсылап отырыңыз, Қайнекей. Найқа қарай отырыңыз. Ендеше, ертегімізді бастаймыз. Құрметті көрермендер, менің ертегімнің аты Жеті лақ деп аталады. Ертеде бір ешкінің 7 лағы болыпты. Біреуі қара болыпты, ал қалғандары ақ лақ болыпты. Орманға жиналған ешкі лақтарын шақырып алып, ақылын айтады. Шырақтарым, ешкімге есікті ашпаңдар. Орманда қасқыр жүр. Мен келгенде лақтарым, шырақтарым, аналарың келді, сүт әкелді деп әндетемін. Осы кезде терезе сыртында тұрған қасқыр оның сөзін естіп қалады. Ешкі кетісімен қасқыр есікті қағып, өзінің жуан даусымен ешкінің әнін айтады. Лақтарым, шырақтарым, есікті ашыңдар, аналарың келді, сүтін әкелді дейді. Бірақ лақтар оның бөтен дауыс екенін біліп, есікті қасқырға ашпайды. Қасқыр саудагерге барып, бор сатып алды. Бордың бір кесегін жегенде дауысы аздап жіңішкерді. Осы дауыспен ән айтып еді, лақтар тағы да алданбады. Қасқыр ашуланып ұстаға барады. Өзіне тамақ жасатып алды. Дауысы ешкінің дауысы сияқты жіңішке болып шықты. Бірақ жаңа дауыстың да көмегі болмады. Неге дейсіздер? Өйткені лақтар
аяғын көріп қойды. Аяғын көріп, есікті ашпай қойды. Қасқыр жылдам наубайшыға барып, аяғына ұн сатып алады. Қасқыр есік алдына қайтып келді. Ақ аяғын лақтарға көрсете созып тұрып, әнге басты. Шырақтарым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді. Қорықпаңдар, есік ашыңдар деп лақтарға ән айтады. Лақтар сеніп есікті ашты. Қасқыр үйге кіріп келгенде, лақтар жан-жаққа қашып тығылып қалды. Қасқыр олардың бәріне тауып, жұтып қояды. Тек біреуі ғана байқамай қалды. Ол сағаттың артына тығылып қалған екен. Қарны тойған қасқыр ағаш көлеңкесіне жата кетіп, ұйқыға кірісті. Ұзамай ешкі үйіне оралды. Есікті итерсе, есік ашық тұр екен. Ешкі үйге кіріп, лақтарым, шырақтарым деп шақырады. Аман қалған лағы үйдің артына шығып қараса, қасқыр көк алда шалқасынан түсіп, қорылдап ұйықтап жатыр екен. Ешкі мүйізімен қасқырдың қарнын жарып жібергенде, 6 лақ шыға келеді. Бәрі де аман есен екен. Ешкі мен лақтардың қуанышында шек болмады. Қасқыр оянбай тұрғанда, ешкі оның қарнын таспен толтырып, тігіп қояды екен. Шөлдеген қасқыр су ішпек болып, құдыққа барады. Сол кезде ішіндегі ауыр тастары оны төмен тартып, қасқыр құдыққа құлап, батып кетеді. Мінеге құрметті көрермендер, біздің ертегіміз осылай соңына да келіп жетті. Менің ертегім сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ал бүгінгі біздің ертегімізге, қойылымымызға көмектескен біздің ойынпаз ағайымыз Әміржан, және де мен Алақай Қуыршақ театрының актрисасы Алия Салитова. Келесі кездескенше